Армысыздар, құрметті тыңдарман. Бүгінгі подкастымызда Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасындағы екі басты кейіпкер Ақан сері мен Батырашты сөйлетіп, олардың ішкі әлеміне үңілеміз. Тыңдап отырып, кейіпкерлердің бейнесіне сипаттама беріп, шығарма идеясына терең бойлауға тырысыңыздар. Ақан сері сіз үшін құлагердің бәйгеге түсуі нені білдіреді? Құлагер мен үшін әділеттің, сұлулықтың, еркіндіктің символы еді. Оның бәйгеге түсуі адалдықтың жарысқа қосылуы. Ал оның мерт болуы, сол үміттің, сол рухтың сөнуі. Батыраш, сіз құлагердің бәсекелесі ретінде не сезіндіңіз? Құлагер менің емес, менің беделімнің жауы еді. Оның аты шыққан сайын, мен көмескілене түстім. Қарапайым бақталастық ішкі ашуға, көре алмаушылыққа айналды. Ақан сері, құлагерсіз өміріңіз қалай өзгерді? Құлагер кеткен соң, көңілімнің көктемі қоңыр күзге айналды. Менің әндерім жоқтауға, үмітім үнсіздікке айналды. Мен оның қазасынан тек ат жоғалтпадым, сенім мен сұлулықтың бір бөлігін жоғалттым. Батыраш, сол әрекетке өкінесіз бе? Иә, әрекет әлсіздіктің жемісі болды. Өз орнымды сақтау үшін ардан айырылдым. Егер уақыт кері айналса, өзіммен күресуді таңдар ма едім? Мүмкін, бірақ өткен өмір қайтып келмейді. Сіздердің тағдырларыңыз арқылы қазақ қоғамының қандай мәселелер көрсетілген деп ойлайсыздар? Менің тағдырым арқылы адалдықтың, өнер мен сұлулықтың қоғамда жиі бағаланбай қалатыны көрінеді. Шын талантты тану үшін жүрек керек. Ал менің бейнем қоғамдағы ішкі тартыстың, көре алмаушылықтың, әділетсіздік пен жеке бас қамын күйттеудің көрінісі. Бұл тек менің емес, әр заманның дерті. Соңғы сұрақ, болашақ ұрпақ сіздерден қандай тағылым алуы тиіс? Халқым арды, әділетті, сұлулықты серік етсін. Құлагер жай тұлпар емес, рухтың көрінісі. Ол рух жоғалмасын. Аш көздік пен көре алмаушылық адамның ең қауіпті жауы. Мен соның құрбаны болдым. Болашақ ұрпақ менің бейнемнен сабақ алсын. Ақан ардың дауысы, Батыраш ішкі күрестің белгісі. Құлагер тағдыры арқылы біз адам болмысының терең қатпарларын көреміз. Оқушылар, енді осы подкаст бойынша мына тапсырманы орындаңыздар. Ақан сері мен Батыраштың сөздерінен кейін олардың бейнесіне сипаттама беріңіз. Екі кейіпкердің әрекеті арқылы шығарманың негізгі идеясы қалай көрінеді? Құлагер поэмасындағы кейіпкерлер жүйесін анықтап, рөлдік кесте жасаңыз.